Баршаңызға қайырлы күн, құрметті көрермен. Бүгін сіздермен осындай керемет әрі дәмді болып шығатын пряниктің рецептімен бөлісетін боламын. Видеоның соңына дейін бірге қараңыздар. Алдыменен сүтімізді қатты ысытып алуымыз керек, сондықтан ыдысымызға құйып, отқа қоямыз. Жеке ыдысымызға ұнымызды електен өткізіп аламыз да, қантымызды салып, жақсылап араластырып, ысытып алған сүтімізді құйып, бір елкі болғанша араластырамыз. Жақсылап араластырып алғаннан кейін, кішкене шым-шым тұзымызды салып, сұйық майымызды құйып, араластырып, барлығын толық суығанша жеке бір жерге қойып қоямыз. Алдыменен жеке ыдысымызға ұнымыз бенен қопсытқышымызды електен өткізіп алып, араластырып қойып қоямыз. Енді жылып тұрған тестамызға ваниль қантын, бір жұмыртқаны және бір жұмыртқаның сарысын салып, жақсылап араластырамыз. Тестамызды тағы да миксерменен жақсылап миксерлеп аламыз. Сұйық массамызға ұнымызды екіге бөліп салып, араластырып қамырымызды илейміз. Илегенге ыңғайлы болу үшін столымыздың үстіне қамырымызды салып, жұмсақ қып қамыр илейтін боламыз. Осы мезетте духовкамызды алдын ала 180 градуста ыстыққа ысытып қоюымыз керек. Қамырымыз дайын болғаннан кейін екіге бөліп алып, бірден пряниктерімізді жасай беруімізге болады. Менде диаметрі 6 сантиметрлік кесетін насатка, әркім өзінің қалауы бойынша басқа да насаткілерменен кесуіне болады. Барлығын кесіп алғаннан кейін пергамент қағазы төселген противенге салып, барлығын дізіп аламыз. Дайын болған соң 180 градуста ысып тұрған пешімізге 15-20 минутте пісіріп аламыз. Пряниктеріміз дайын, осылай қызыл қылып қызартып пісіріп аласыздар. Ендігі кезекте глазурін дайындаймыз. Қант ұнтағын електен жақсылап өткізіп алғаннан кейін, сары уызымызды құйып, жақсылап әппақ болғанша миксерлейміз.
Үлкенірек чоңғыл ыдысымызға пряниктерімізді салып, глазурімізді құйып, жақсылап ақырындап қана араластырамыз барлық пряниктерімізді. Пряниктерімізді жеке-жеке ажыратып қойып алып, бөлме температурасында глазурин кептіріп алсаңыздар болады. Міне достар, пряниктеріміз толықтай дайын. Міндетті түрде үй жағдайларыңызға жасап көріңіздер. Өте жұмсақ, дәмді болып шығады. Достар, бүгінгі көрсеткен видео рецебім ұнаса, міндетті түрде каналыма тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыра кетіңіздер. Келесі кездескенше сау болып тұрыңыздар.